Корзинамызға қажетті заттар ол ағаш тақтай, менде 20 см диаметрлі және трикотаж жіптер, екі түрлі түстен тоқимын. Қаласаңыздар біреуінен тоқуға болады. Ілмек біз 6-да 5 және 5-ші номерлі ілмек бізді қолданамыз. Корзинамызды тоқымас бұрын жібімізді тартыңқырап дайындап аламыз. Тартыңқырап бір келкі дайындаймыз. Және де жұмысымызды бастардың алдында біз 25 сантиметрдей алып қалуымыз керек. 25 сантиметрдей бізге керек болады. Енді жұмыс жібіміздің ұзын бөлігімен өрімдер тізбегін тоқимыз. Дәл видеода көрсеткендей іліп алып, әрбір орнымызға іліп алып тоқып отырамыз. Соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Енді соңғы жағына келген кезімізде қазір біз жібіміздің ұзын бөлігімен емес, қысқа бөлігін аламыз. Қысқа бөлігін іліп алып, бірінші бастаған орнымызға кішкентай ілмек бізімізбен, кіші номерлі ілмек бізімізбен өріміздің астыңғы жағына өткізіп, бізімізді қысқа жібімізді тартып алып, соңғы аяқтаған жібіміздің ортаңғы бөлігінен тартып алуымыз керек. Сол кезде біздің өріміз бір келкі білінбей, қай жерден аяқталғанымыз білінбей әдемі көрініп тұрады. Және де бірдей ғып жан жақтағы артық жіптерін тартып қою керек. Мінекей біздің өріміз аяқтадық. Енді бірінші қатарымызды тоқуға кірісеміз. Қазір біз қысқа жібімізге тиіспейміз. Ұзын жұмыс жібімізбен жұмысымызды жалғастырамыз. Қазір бізге 5-ші номерлі бізіміз керек болады. Ол әрбір орынға үлкен бізбен өткізу қиын. Үлкен бізбен өткізсек, оны сындырып алуымыз мүмкін. Қазір мына орнымызға біз екі рет тоқимыз. Екі рет іліп алып тоқимыз. Міне 1, 2. Енді келесі 3 орынға бір реттен тоқимыз. 1, 2, 3. Және 4-ші орнымызға бір орынға 2 рет іліп алып тоқимыз. Қайтадан бір реттен 3 орынға тоқимыз. 1, 2. Жіптеріміздің әдемі орналасуын қадағалаңыздар. 3. Төртіншісінде 2 рет іліп аламыз бір орынға. Дәл осылай әрбір үшеуден кейін 4-шісіне 2 рет іліп алып, соңына дейін тоқып шығамыз.
Мінекей мен соңына дейін тоқып шықтым. Қазір менде 3 орын қалды. Екі жағынан тоқылған орындар және бір реттен әрбір орынға бір реттен тоқып шығамыз. 1 2 жібімізді әдемілеп орналастырамыз. 3 және де бұл жерде біз үшіншісін ұзын жібімізбен емес, жаңа қалдырып кеткен қысқа жібімізбен іліп алуымыз керек. Мінекей іліп алдық. Енді осы жібімізді білдіртпей өрім сияқты қылып астыңғы жағынан өткіземіз. Қазір дәл видеода көріп тұрғаныңыздай бізімізді өткізіп жібімізді тартып алдық. Енді жаңа аяқтаған жеріміздің астыңғы жібін және үстіңгі жібінің ортасынан іліп алуымыз керек. Мінекей дәл осылай іліп аламыз. Біздің қатарымыз аяқталды және өрімдеріміздің қай жерден аяқталғаны көрінбейді. Енді біз келесі қатарымыз жалғастырып тоқимыз және де оны үлкен бізбен де тоқи береміз. Қазір біз қысқа жіпке тиіспейміз, ұзын жіппен жұмыс жасаймыз. Әрбір тоқығанымыздың бір ортасынан бір орында қалдырып кетеміз. Қазір мына орымызға біз 2 рет іліп аламыз. 1 2 келесін қалдырып, ортасын қалдырып, келесін тоқимыз. 1 және де жіптерімізді әдемі орналасуын бақылап отырамыз. Мінекей мен ортасын қалдырып кеттім. Артқы жібіміздің де әдемі орналасуын қадағалаңыздар. Және де жібіміздің дәл ортасынан, артқы жағынан да ортасынан шығуын байқап тоқып отырыңыздар. Қазір мен бір-бірден әрбір бағаның ортасынан біреу қалдырып отырып тоқып отырамын. Біреу, екеу, бір орынға 2 рет ілеміз. Қалдырамыз, 2 рет ілеміз. Бір орын қалдырамыз. Екі. Жалғастырып тоқи береміз. Және де тоқып отырған сайын қолмен әдемілеп қоямыз. Қазір біз осы күйінде жалғастырып, соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мінекей мен соңғы жақтарына келдім. Қазір соңғы бағаның іліп алып, қатарымызды аяқтап біріктіреміз. 1 2 және де бұл жерде біз ұзын жіппен емес, қысқа жіппен аяқтауымыз керек. Дәл видеодағындай қысқа жібімізді алып ілеміз және де қатарымыздың бас жағымен біріктіреміз. Ілмек бізіміз астыңғы жағынан жібімізді іліп, аяқталған жерінің ортаңғы жағынан шығарып алуымыз керек. Астыңғы жібін және ортаңғы жібін шығарып аламыз. Мінекей біздің өрімдеріміз білінбей әдемі болып шықты. Енді келесі қатарымызды тоқуға кірісеміз. Мінекей келесі қатарымызды тоқып бастаған орнымызға 2 рет іліп аламыз. Жібімізді әдемілеп
түзулеп қоямыз. 1, 2, біреуін бір орын қалдырып, келесі орынға тағы да 2 рет іліп аламыз. Іліп алып тоқимыз. Тағы да бір бос орын қалдырып, келесіне тағы да дәл осылай тоқи береміз. Қолмен көлемін келтіріп, соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Қазір мінекей мен соңына келдім. Енді жібімізді біріктіру керек. Дәл жаңағы екінші қатарымызды біріктіргендей, осы үшінші қатарымызды біріктіреміз. Қысқа жібімізді алып біріктіріп, және де мына артық жіптерімізді жасырып қоюымыз керек. Неге? Қазір мен мына ұзын жібімді кеспеймін. Келесі түсті жібімді бірге біріктіріп, жалғастырып тоқимын. Қазір жібімізді тоқыған кезінде дәл сол орыннан емес, сәл артқы жағынан тоқып бастаймын. Ақ жібімізді де біраз сантиметрлер қалдырып қоюымыз керек. Соңғы біріктірген кезінде керек болады. Осы бастаған жерімізде өріміздің екінші бағанына тоқимыз. Және де сол жерге міне 2 рет іліп аламыз. Бір орын бос тастап, келесіне тағы да 2 рет іліп аламыз. Дәл жаңағы өрнегіміз қайталанады, тек басқа түсте. Тағы да қалдырып, келесі орынға 2 рет іліп, тағы да тоқи береміз. Осы қатарымыздың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мен қатарымның соңына жетіп қалдым. Мына жерде сізге көк жібімді кеспеген болатын. Енді соны қалай жасырып кету керектігін бірге тоқып өтеміз. Қазір біз көк жібімізді үстіне қаратып қоюымыз керек. Ақ жібімізбен көк жібіміздің үстінен жасырып өтіп тоқимыз. Бірақ өрнегіміз өзгермейді. Дәл сол қалпы тоқи береміз. Бір қалыпта. Неге жасырдық. Және де қысқа көк жібімізді де жасырып кетеміз. Жіптеріміз бір-біріне шатасып қалмасын. Артық жіптерді жасырып отырып тоқимыз.
соңғы бағаны қалды. Бір. Келесін қысқа қалған жібімізбен іліп аламыз. Енді өрімізді біріктіреміз. Астыңғы жағынан алып, дәл бірінші, екінші қатарларды тоқыған сияқты біріктіріп, жібімізді көрсетпей әдемілеп жасырып біріктіріп қоямыз. Енді дәл осы жіппен жалғастырып, келесі қатарымызды тоқимыз. Дәл сол өрнегімізді біреу қалдырып, келесісіне 2 реттен іліп алып тоқи береміз. Мен қатарымның соңына келдім. Тағы да жаңағындай көк жіпімізді жасырып тоқып өтеміз. Және қатарымызды мына қысқа жібімізбен білдіртпей, алдыңғы тоқығанымыздай білдіртпей біріктіріп, жасырып қоямыз. Қатарымызда бітті. Қолымызбен әдемілеп қояйық кішкене. Жалғастырып, тағы да осы ақ жібімізбен тоқи береміз. Тағы бір қатар. Дәл солай жаңағы бірінші бастапқы тоқығандай өрнекпен дәл солай өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Мен қатарымның соңына келдім. Қазір жібімізді аяқтап, біріктіріп, артық жіптерімізді жасырамыз. Ұзын жібімізді кесіп алып, оны да білдіртпей жасырып қоямыз. Мен барлық жіптерімді жасырып болдым. Кішкене қолмен әдемілеп, реттеп, түзелеп қоямыз тоқыған бұйымымызды. Енді келесі қатарымызды көк жіппен жалғастырып тоқи береміз.
әрбір тоқылған орнымыздың екінші бағанында бір орындағы екінші бағанына бастаймыз. 1, 2, дәл сол өрнек қайталанады. Ортасынан қалдырып, бір орын қалдырып, келесі орынға дәл солай 2 рет іліп аламыз. Мінекей мен қатарымыздың соңына келдім. Біз басында қалдырып қойған жібіміз жоқ. Енді қазір қатарымыздың соңын аяқтаймыз. Жұмыс жібімізді тартып, ілмек бізіміздің бастапқы қатарымыздың өрімнің астынан аламыз. Тағы да жұмысымыз тартып, дәл видеодағындай іліп аламыз. Дәл сол жерге тағы да екінші рет іліп тоқимыз. Мінекей біздің қатарымыз жалғасып кетіп жатыр. Енді өрнегіміз қайталанады. Бір орын қалдырып, келесі орынға 2 рет іліп алып тоқимыз. Соңына дейін өзіміз дәл осылай тоқып шығамыз. Мінекей мен картинамды тоқып біттім. Артық жіптерін кесіп, жасырып қойдым. Енді біз үстіндегі қақпағын тоқитын боламыз. Ол үшін біз қазір өрімдер тізбегін жасаймыз көк жіппен. Дәл видеодағындай қайталап тоқимыз. Өрімдер тізбегін өзіміз соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып аяғына келдім. Қазір жібімізді біріктіреміз. Қысқа жібімізді, ұзын жіп емес, қысқа жібімізді тартып алып, іліп алып, бастаған орнымызды кішкентай бізімізбен астыңғы жағынан ілеміз де, аяқтаған орнымыздың ортаңғы өрімнің ортасынан астыңғы жағынан тартамыз. Біздің өрімдеріміз білінбей әдемі болып шықты. Енді жібімізді кесіп, қазір бұл осы жібімізді ақ жібімізбен жасырып тоқимыз. Қазір кішкентай бізімізбен бастап іліп алып тоқимыз. Осы орынға 2 рет іліп аламыз. 1, және де бастаған жібімізді де жасырып тоқып жібереміз. 2, келесі орынға бір-бірден 1, тағы да 1 рет, және тағы да 1 рет, әрбір орынға бір-бір реттен. 4-шісіне 2 рет іліп алып тоқимыз. Мінекей біз 3 орынға бір-бірден тоқып, 4-ші орынына 2 рет
іліп алып тоқимыз. Және де мына жасырынбай қалған жіптерімізді қазір жасырып өтеміз. Біз дәл ортасына дейін тоқыдық. Осы ортасынан келген жерге 3 рет емес, 2 рет, мінекей біреу, екеу, 2 реттен, 2 рет бір реттен тоқып, келесін бір орынға 2 рет тоқимыз. Бұл дәл бастаған жеріміздің ортасы. Енді келесі соңына дейін қайтадан 3 орынға 1 реттен 4-ші орынға 2 рет іліп алып. Мінекей мен қатарымды аяқтадым. Енді жібімізді кесіп алып, білдіртпей біріктіреміз. Өріміздің ортасынан аламыз. Жібімізді іліп алып, артық жіптерімізді жасырып қоямыз. Астыңғы жағына жасырып, әдемі етіп білдіртпей. Корзинамызды тоқып біттік. Қақпағын да тоқып біттік. Енді қаласаңыздар иненің көмегімен кішкене бөлігін тігіп қойсаңыздар болады. Тікпеймін десеңіздер де өз еркілеріңіз. Лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар.